Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз көп мүшені көп мүшеге бұрыштап бөлу. Сабағымыздың мақсаты бір айнымалысы және бірнеше айнымалысы бар көп мүшелер туралы ақпаратты жүйелеу. Көп мүшені көп мүшеге бөлу тақырыбын қарастыратын боламыз. Яғни А0 x-тің n дәрежесі қосылған А1 x-тің n-1 дәрежесі қосылған, дәл солай кете береді. n-1 x плюс n-ге дейін баратын n-ші дәрежелі көп мүшелік деп аталады. Осы тұрғыда берілген көп мүше. Бұл жерде А0-ден бастап А-ның n-ші дәрежесіне дейін бұл бізде көп мүшенің коэффициенті деп аталады. Ал x-тің n дәрежесінен x-тің 0 дәрежесіне дейін бұл көп мүшенің айнымалысы деп аталады. Және бізде мына тұрғыда берілген көп мүшенің формуласы, яғни ax тең vx көбейтілген qx плюс rx көп мүшенің формуласы, яғни rx бізде ол қалдық деп аталады. Қалғанның барлығы көп мүшелер. Бұлардың барлығы қалай шығатыны қазір есеп шығару барысында түсіндіретін боламын. Rx, яғни қалдығымыз 0 болатын болса, онда көп мүшелік қалдықсыз бөлме деп аталады. Бізде Rx көп мүшелігінің дәрежесі әр қашан Vx-тің дәрежесінен кіші болуы қажет. Бұл қағиданы ұмытпаймыз. Енді мысал келтірейік. Бізде fx көп мүшелігі берілсін, x-тің 5 дәрежесі минус 3x куб минус x плюс 2 көп мүшесі, және де hx тең x минус 2 осы көп мүшесіне бөлуді орындаймыз. Біз бөлуді кәдімгі бағандап бөліп көретін боламыз. Бастауыш сыныпта өткенде. Яғни fx көп мүшесін x минус 2 көп мүшесіне бөлейік. Қараңыздар, бағана мен айтқан болатынбыз. Rx көп мүшелігінің дәрежесі x-тің 5 дәрежесінен бізде кіші болып тұр. Осы қағида бізде әрқашан орындалу қажет, бағана айтып өткендей. Енді x бізде x-тің 5 дәрежесіне жетпейді, яғни 4 дәреже жетпейді, сондықтан x-тің 4 дәрежесін беремін да көбейтемін. X-тің 4 дәрежесін x-ға көбейтетін болсам, x-тің 5 дәрежесі, x-тің 4 дәрежесін минус 2-ге көбейтетін болсам, минус 2 x-тің 4 дәрежесін аламын. Енді алу амалын орындаймыз. X-тің 5 дәрежесі жойылады. Минус 3x-тің 3 дәрежесі плюс 2x-тің 4 дәрежесі шығады. Біз әрқашан үлкен дәрежені бірінші жазамыз. Сондықтан плюс 2x-тің 4 дәрежесі минус 3x-тің 3 дәрежесі деп жаздық. Енді 2x-тің 4 дәрежесіне бізде x-тан жетпейді, сондықтан 2x кубқа көбейтейік. 2x кубқа көбейтетін болсақ, 2x кубты x-қа көбейтсек 2x-тің 4 дәрежесі болады. Және алынған 2x-тің кубын минус 2-ге көбейтсек минус 4x-тің кубы болады екен. Таңбаны әрқашан осы жерге қарап есептейміз. Мен көбейтіп тұрмын. Енді алайық. Алатын болсақ, алу амалын орындастыратын болсақ, бізде 2x-тің 4 дәрежелері 0-ді береді де, минус 3x-тің 3 дәрежесі минус плюс болып кетеді. Қосылған 4x куб, яғни 4x кубтан 3x кубты алып тастаймыз, x куб қалады. Енді менде бір ғана мүше қалды, сондықтан жоғарғы жақтағы жетіспеген мүшелерді алайық, көп мүшенің сандарын. Минус x-ті түсірейік. Сонда x минус 2-ге бізде жетпейді, x квадрат жетпейді. Қосу x квадрат дейік. X квадратты x-ға көбейтсек x куб, x квадратты минус 2-ге көбейтсек минус 2x квадрат. Алу амалын орналастырайық. Сонда минус x плюс 2x квадрат. Орындарын алмастырып жаза саламын. Себебі 2x квадраттың бізде дәрежесі жоғары болғандықтан. Енді бізде 2x-тан беріп көрейік. 2x-ті x-ға көбейтсек 2x квадрат, 2x-ті минус 2-ге көбейтсек минус 4x. Алу амалын орындасақ, x қосылған 4x 3x болады. Енді қасына жоғарғы жақтағы плюс 2-ні әкеп жазамыз. 3x қосылған 2-ні x минус 2-ге бөлейік. Бізде жетпейді 3, сондықтан плюс 3-ге көбейтейік. Плюс 3-ті x-ға көбейтсек 3x, 3-ті минус 2-ге көбейтсек минус 6. Енді алу амалын орындайық. 3x пен 3x қысқарады 0. 2 минус плюс болады, 2 қосылған 6, сонда бізде қалдығымыз 8 болады. Енді берілген формулаға байланысты жазып шығайық. Біздегі ең алғашқы fx көп мүшесі бізде ax-ге тең болады.
Ал hx көп мүшесі бөліп отырған vx-ке тең болады формуладағы. Qx дегеніміз біздің ортақ көбейткіштеріміз, жаңа біз беріп шықтық қой бөлген кезде. Ортақ көбейткіштеріміз Qx-ке тең болады және қалдығымыз Rx-ке тең болады екен. Енді осыларды тауып алдық. Енді формула бойынша орналастырайық. Ax-тің орнына Vx-тің, Qx-тің, Rx-тің орнына қойып шықтық. Келесі мысал. Fx және hx көп мүшелерін бөлуді орындайық. X-тің 5 дәрежесі минус X-тің 4 дәрежесі қосылған X-тің 3 дәрежесі минус 2X плюс 1-ді X куб минус X квадрат плюс 2X минус 1-ді бағындап бөлейік. Бізде жетпейді X квадрат. X-тің 5 дәрежесі, X-тің 3 дәрежесі, 2 дәреже жетпейді, сондықтан X-тің 2 дәрежесіне көбейтейік. Яғни, X-тің 2 дәрежесіне көбейтсек, X-тің 2 дәрежесін X3-ке көбейтсек, X-тің 5 дәрежесін аламыз. X-тің квадраттан минус X квадратқа көбейтеміз. Минус X-тің 4 дәрежесін аламыз. Минус X-тің 4 дәрежесін аламыз. Келесі X квадратты плюс 2X-қа көбейтеміз. Плюс 2X кубты алдық. X квадратты минус 1-ге көбейттік. Минус X квадрат. Енді алуан алынбайық. Сонда X-тің 5 дәрежесі алу X 5 дәрежесі 0. Бұл жерде 0 болды X-тің 4 дәрежесі. Енді X-тің 3 дәрежесі минус 2X-тің 3 дәрежесі минус X кубты береді. Келесі бізде минус плюс 2X квадратты плюс X квадратты жазып қойдық. Енді бізде жетіспегендіктен жоғарғы жақтағы қалғандарын жазып қоямыз. Минус 2X плюс 1-ді төмен қарай түсірейік. Көшіріп жазайық. Сонда бізде минус 2X куб плюс X квадрат минус 2X плюс 1 деген көп мүшені X куб минус X квадрат плюс 2X минус 1-ге бөлеміз. Тек таңбалар өзгергендіктен минус 1-ге көбейте салайық. Бір-бірінен алатын болсақ көбейтіп, сонда минус 1-ге көбейтетін болсақ минус X куб плюс X квадрат минус 2X плюс 1-ді алдық. Алатын болсақ әрине барлығы жойылады, 0-ді береді. Біздегі сонда fx көп мүшесі бөлінгіш, hx көп мүшесі бөлгіш, ал x квадрат минус 1 бізде бөліндінің мәні болып есептеледі. Бізде rx қалдығымыз 0-ге тең, қалдықсыз бөлінетін көп мүше болып табылады. Және осылай көбейткішке жіктеп жазамыз. Ал енді сабақ түсінікті болса, назар аударғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.